Ал достар, біз қыздармен прогулкаға шықтық. Бізде прогулка и преображение болады. Қыздар шаштарын қырықтырып жазға боямақшы. Менің бір күндік бояуымды менсінбеді, короче. Бір күндік бояу алып, сонымен бояй беріңдер шаштарыңды десем, бізге ондай ұнамайды деп тұр ғой. Алып кел, такси келгенше нарда отыра тұрыңдар ке. Ал достар, біз Эверестке келдік. Көніге лифтімен кіріп шығып жүрген біздің Мұхаммед. Әйнектерден қорқып тұр ғой. Жүр, әкел қолыңды. Жүр, осы естел. Осы дүкенге келе жатырмыз. Бізде мастеріміздің күлгін түс краскасы жоқ екен. Қызылы бар екен, сонымен красканы өзіміз алатын болдық. Солай шештік. Қазір мастерімізге барамыз. Сол жерде алатын боламыз. Неше түрлі заттар тұр ғой. Біздің Жансаяның жақсы көретін жері ғой мынау. Сондай ма? Ұнайды біздің Жансаяға бұндай жер. Жүр, әкел, жай түс. Аха. Достар, біз мынау Ақтауда хит болып жатқан ананас балмұздаққа келе жатырмыз. Қоймады ғой мама, ананас балмұздақ ашылғанына қанша болды, біз әлі бармадық деп сонымен келе жатырмыз. Жейміз ба? Иә. Жей онда да. Альбина мені дәу мороженыймен сөрке түсір дейді. Қасында сөрке түсіп алды. Үшеуі далада күтіп отыр. Кірдің ба? Сөріс істемейді. Біздің Жансая сторис түсірем деп кіріпті. Екеуі балмұздақтарын күтіп отыр. Ананас балмұздаққа заказ бердік. Күтіп тұр. Мына қараңдар. Балмұздақ дайын болды. Екі түрде, екі дәммен салып береді екен. Осы түрісі 2380 теңге по-моему. Бірінші екеуің жей қойыңдар, Беркел, Мұхаммед, біз екеуміз жейміз. Ал ас болсын, айтып жүрген хит балмұздақтарыңды жей қойыңдар. Кел. Біз мында отырамыз, ке. Мында отырамыз. Или біз мына шетіне отыра салайық, Достар, сәлем деп қояйық. Бүгіндікке амандаспадық бүгін. Бізде қыздар келді салондарына. Шаштарын қырықтырмақшы. Кішкене кекіл қоямыз дейді. Көрсін еді. Аяла, сен де кекіл ма? Кекіл ма сен де? Жарайды, көреміз. Жансая тек ұшын ғана. Жансаяның шашы жайлап болып қалды. Соңғы мәресіне жетіп жатыр. Шашы мына жерге жетіп қалып еді. Алып тастады. Мама жазда ыстықтайым, керек емес ұзын шаштың деп. Ал Аяла өз кезегін күтіп тұр енді. Сәттілік Аяла. Аяла кеден бе болатын шаш? Дарарарам! Жансаяның прическасы болды. 19-адан 31-ге өзіміздің мастерімізді іздеп келдік. Әбден үйреніп қалғанымыз, осы кісінің қолы жеңіл. Қараш, шаштары әдем болып қалды. Сұлу. Аха. Ал Аяла барса, не бұлшын? Жақсы жерге оқуға кеттім. Жалпы дайындалып жатыр ба? Иә. Шаштық аяқ. Аяланың шашы дайын болды. Өзіңе ұнады ма? Аяла біраз шашы өсіп қалып еді, алдырып тастады. Ұшы гүлдеп кетті деп. Ал қыздардың саман ценкасы топ болып кетіп баратыр. Бұрын шашымызды қырықтырсақ. Ой, бұл. Бұрын шашымызды қырықтырсақ көңіл күйіміз көтеріліп қалушы еді ғой. Екі қыз сондай болып келатыр. Ал мен жазға қарай шаш қырқызғанды ұнатпаймын. Мүлде, мен даже кекілде қоймайтын адаммын ғой. Егер амай кетесің ба? Жүр, кеттіге құлатасын алдыңа қара. Витринадағы балмұздаққа ұқсайтын пирожный алып жатырмыз. Пақлава ұнатпайды екен балашаға. Пақлава алайық іштебек. Күшті тәттілер бар. Қайсы? Анам. Балмұздақ алып жатырмыз, қара. Балмұздақ пирожный. Әкелдің ба? Қайсы? Мама жесем бірсіз. Аяла далада. Ал достар замандан шығып жатыр. Пакетті
Әке пакетті маған. Көзіңе қара. Әке. Ал қыздар дүкеннен шықтық біз. Мына екеуімен дүкен аралай алмайсың, сторис түсіре алмайсың, видео түсіре алмайсың. Бұл екеуімен көшеге шығатын болсам. Мынандай әдемі пирожныйларын алып алды. Бізде блинчик өте ыстық екен блинчигіміз. Сол мынаны ертіп жібермесін дедік. Жарайды. Ал қыздар, біз үйге келдік. Шай ішіп, тамақтанып алдық. Жаңаға әкелген самсамыз бар, блинчигіміз бар. Тамағымызды ішіп алып, енді қыздар шыдай алмай тұр ғой. Ыдыс жуып алайын десем, ыдысымды жуғызбай тұр ғой мына екеуі. Шаштарын қырқып алды, өздеріне ыңғайлы. Сәл жоғартып келдік Жансаяның шашын. Қалың болғаннан кейін ыстықтаймын деді. Енді бұл екеуі мына екі түсті әкелді ғой. Сонымен бүгін бізде преображение болып жатыр. Фиолетовый Жансаяға, красный Аялаға бірінші мынаны былтырғы жаздағыдай шаштарын осветлить етіп аламыз. Одан кейін боятын боламыз. Ал сәттілік кешегі бояуымды менсінбеді бұлар ондай. Бір күндік 24 сағатты шашын алдыңғы кекілдерін осылай бөлдік. Жансаяның кекілін осылай бөлдік. Бетіме тигіз қоймаңыз деп осылай отыр. Ку-ку! Бетін салафанмен басып алып, енді қазір қыздардың кекілін боятын қыздар. Кекілін ғана осылай күйдіріп жатырмыз. Мына жақтағы шаштарына тиіспейміз. Қажет емес деді. Осылай ғана. Достар, жаңа біз салонға осыны жасатуға барғанбыз негізінде. Сөйтсек, неміз жаңағы мастеріміз асығыспын деп, еще тағы біз сәл кешігіп барғаннан кейін, бізден кейін 3 клиент алып қойған екен. Ол кісілер де кеп тұрды, қашан боласыз, асығыс едік деп. Сонымен бояй алмай қалды. Келесі апта боспын деп еді, оғаннан 2 қыз көнбей кетті. Мама, келесі аптаға дейін қойш деп. Кішкентай ғана кекіл ғой, өзіңіз жасаңызшы деп. Сонымен жаңа инструкциясын бәрін дұрыстап сұрап алдым мастерімізден. Енді қазір тәуекел. 20 минут әлі болған жоқ, бірақ қыздар 20 минуттан сәл көбірек ұстай берекші деп отыр. Достар, міне кекілі осындай түске енді. Енді осыны күлгін қыламыз. Осылай шаштарының алдын. Бірінші этаптан өтті шаштары. Енді келесі. Мама, ал екінші. Күлгінім осылай боялып жатыр, андай өзі сіңіп жатыр, достар. Мен жазда күлгін түс таппай, қызылға бояған едік. Енді күлгін түсті таптық. Ал Альбина қызылға бояп жатыр. Аяладан негізі қызылға бояйым деген еді, бірақ қызылдан айнып күлгінге бояйтын болды. Аялада күлгін түсті таңдап кетті ғой, жемей-жемге келгенде қызылды сонда бекерге алдық па деп. Альбинаның басына жақтыста бар. Как всегда осыны шашы крайне болып қала береді. Қалып кеткен бояудың бәрін осыны шашына жаға саламыз. Бөлмедесіңдер ма? Істеп жатсыңдар? Аниме көріп. Аниме. Свет жақсын бола ма сен? 2 минут. Бәрәм! Бізде қыздардың шашы осындай болды. Кімнің шашы ұнады сіздерге қыздар? Жазып кетіңіздер. Бүгінгі бізде преображение осындай болды. Басқалар шашының астын бояса, біздің Альбина тек қана үстін ғана боядық, үстінгі. 5-6 тал шашын. Жансаяның шашын әдейі осындай радуга қылдық. Өз таңдауы бойынша Жансаяның шашы радуга болды. Ал Аяланың шашын құртып алдық тағы да. Біресе қызылға боя, біресе күлгінге боя деп бұл апам сонымен өкпесі енді жазылып отырған түрі бұл. Ертең азанда басынан боятын боламыз, Көреді ол кезде тағы өз таңдайды, не күлгін, не қызыл болады шашы. Ал достар, кешкі прогулкаға шықтық. Үйдің жанындағы паркке. Қыздармен бірге жаңа образ. Прогулкада жүріп қайтамыз. Біздің Жансаяға түк емес. Ертең 2 күннен кейін ұнамай қалса, шашын басқа түске бояй салады болды. Кешегі фиолетовый түсі ұнамай қалды, бүгін қызыл. 2 күннен кейін қара. Достар, қарасаңдар.
Аляланың да, Жансаяның да, Альбинаның да шашы қызыл болып кетті. Күлгін түс ұнамай қалып, сонымен қызыл болып кетті. Бірақ уақытша, достар, еліктеп, шаштарыңызды сіздер де қызылға бояп тастап жүрмеңіздер. Бұл уақытша. Жай ғана бояп көрдік та, сол күйі қол тимей кетті ауыстыруға. Бірақ біз шаштарын қайтадан қоңырға бояп тастайтын боламыз. Шаштарын қайтып қоңырға бояйтын боламыз. Мама сәл кішкене жүре тұрайықшы, енді көп жүрмейміз ғой дегеннен кейін қалдыра тұрдық уақытша. Ал Жансаяны білесіздер, ол көңіл күймен жүретін қыз ғой. Көңілі ұнамай қалса, қызыл шашын тағы да бояп тастайды. Жансая? Тағы да бояп тастайды, бір-екі күн. Немесе бір апта жүре тұрайыншы мама дегеннен кейін қалдыра тұрдық қызыл шашын. Покупкадан қазір шаршап келіп жатырмыз. Жасаған шопингтің влогын тағы да күтіңіздер. Жансаяның каналында шығады. Не алдың сен бүгін? Лабубу алып келді ғой өзіне барып. Шопинг. Келесі видеомызды міндетті түрде өткізіп алмаңыздар. Аяланың лабубуына распаковка жасаймыз. Сюрприз лабубу алдық қой біз. Ішінен сюрприз түс шығады. Ал достар, сау болыңыздар.